Сәлем қыздар, бүгін біз үйде ыстық пельмени дайындаймыз. Рецептім ұнаса каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен табамызға електен ұнымызды өткізіп аламыз. Бір ас қасыққа тұзымызды саламыз. Үстіне сұйық май құямыз және де 2 жұмыртқа қосамыз. Су құямыз. Суымыз қатты ыстық болмау керек және де қатты салқын болмау керек. Барлығын жақсылап араластырып, нанымызды илейміз. Бір келкі болғанға дейін иленген нанымызды пищевой пленкаға орап, жарты минутқа қойып қоямыз. 30 минутқа. Құйылған сұйық май наныңыздың жақсы жайылуына көмектеседі. Қамырыңыз жыртылып кетпейді. Кейін пельмени түйген кезде жақсы жабысатын болады. Ұнды көп қоспаймыз. Нанымыздың июі қанғанға дейін начинкасын дайындаймыз. Ол үшін фарш, тұз және де тұз қосамыз. Қалауыңыз бойынша бұрыш қоссаңыз болады. Дайын болған нанымызды пищевой пленкадан шығарып, жая бастаймыз. Нанымыз қатты емес, қатты жұмсақ емес, бір келкі болып түсті. Кейін пельменіміз жақсы түйілетін болады. Ұнды көп қолданбауға тырысыңыздар. Наныңыз дөңгелек бір келкі болып шығу үшін осылай шет-шеттерін жұқартып аламыз. Сол кезде қамырыңыздың ортасы жұқа болып шеті қалың болмайды. Нанымызды жайып болғаннан кейін осылай стаканның көмегімен немесе крышкалардың көмегімен қамырларымызды дөңгелетіп кесіп аламыз. Пельменімізді түйіп бастаймыз. Кейіннен сорпасын дайындаймыз. Менде ол пияз, және де картоп, және сәбіз. Барлығын жақсылап қуырып аламыз. Мен сәбізді теркадан өткіздім, сондықтан сорпамызға томат қоспай қойсақ болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша тұз, бұрыш, приправа қоссаңыз болады. Үстіне қайнатылған су қойып, пельменімізді салып, тамағымызды дайындап аламыз. Өте дәмді шығады, ас болсын.